Тақта білмеймін, Бадияр жуас бала. Жуас бала. Енді может ашуменен еркек болғаннан кейін, енді кім біледі? Ұрса енді ұрғанда шығар, ұрғанда да қатты өлтіріп ұрғанын мен көрмеймін енді. Семья болғаннан кейін әйтеуір айғайласып ұрысқан шығар. Сонда бұл жақта қыз баланы ұрып соғу қалыпты жағдай ма? Еркек екенмін деп қол көтере беруге бола ма? Әйелді ұру сенің нетеңің, жалтырайды көтенің деген қазақта сөз бар ғой. Таңғалатын ештеңе жоқ. Жатырмын деген сияқты ше. Бірақ оны күйеуі түсіргенде ойлап тұрмыз, өйткені үстінде көйлегі тізесінен асады, беті түсірілмеген, жіпті түсірген, аяқты түсірген. Аяқ бізге андай әйел адамның денесімен аяғына ұқсамайды. Күйеуі өзі істі имитация істеуі мүмкін ба? Сондай жасаған деп ойлап отырмыз. Сондай видео келеді. Ол видео қазір сізде бар ғой? Мамасында бар. Мамасында бар. Вообще бізде бар. Видео бар, барлық дәлелдер бар бізде. Таяқтың астында қалған денесінің бәрінің видеосы бар. Бәрін дәлелдерін бәрін түсіріп алдық. Қалың мал төлегенбіз деп кесіп айтты. Меркіде қайтыс болған 19 жасар Мадинаның киімдерін қайын жұрты неге бермей отыр? Меркіде қайтыс болған 19 жасар Мадинаның қайын жұрты марқұмның киімдерін анасына беруден бас тартты. Журналист Жан Ахмадиевпен бірге барған анасына енесі қалың мал бергенбіз деп қысқа қайырған. Бұл әрекет қоғамда үлкен наразылық тудырып, әлеуметтік желі қолданушыларының қатаң сынына ұшырады. Жан Ахмадиевтің командасы қазір осы іс бойынша айналысып жатыр. Үйіне барған екен, енесіне сұхбат алуға барған екен, енесі сұхбат бермеген, көршісі немесе абысыны деп аталатын бір әйел былай деп айтқан: өлтіріп ұрғанын көрген жоқпыз, ұрған шығар, еркек болғасын ұрған болар деген жайбырақат әңгіме айтып тұр. Сонда бұл қанға сіңіп кеткен нәрсе ме? Еркектің мысалы әйелді ұрып, барлығы көз жұмып жүре беру, жай ұрған шығар, бетінен сәл салып қалған шығар. Бетінен салып қалса, жай ұрса, кейін түсіндіріп айтса, айналайын кешір деп сөйтіп түсіндіріп айтса егер мысалы, ол өлімге дейін апармас еді ғой. Бұл жерде біз кімді ақтап жатырмыз, түсінбеймін. Барыны жегіз келген, баласына біреуін береді, өзі біреуін алады. Жеп тұрған кезде күйеуі айтады: мен бұны балаға алып келдім ғой, сен неге жеп жатсың дейді. Ұрысқан соң жегіз келмейді ғой любой адам. Берген қолына болды, жемеймін деп кетіп бартқан. Енесіне барған, енесі ұрысқан, неге екең ұрысып жатсыңдар деп ше. Осын ол айтқан: енді жем келді ғой деп. Енесі айтқан, енді енесіне сөйтіп айтқан соң күйеуі айтқан: сен неге менің мамамды сыйламай жатсың деп ше. Сен менің мамама сөз қайдарасың деп, короче. Ол туалетчаға кетіп қалған, мен подружкам туалетке келіп қол жуған кезде қайтып ұрысып басталған ғой сол жақтан. Ұрсысқан, одан кейін келіп ұрған екен оны. Тұрмысқа шыққанына 2 жыл болыпты. 2 жылда Мадина шамамен енді сіздің есіңізде бары неше рет таяқ жеді дәл осылай? 5-6 рет ғой примерно. 5-6 рет. Қазір ресми дерек бойынша өз-өзіне қол салды дейді. Енді құрбыңызды сіз танисыз, білесіз, сырласасыз. Өз-өзіне қол салатын қыз бе жоқ? Сабалған іздер бар. Шыбықтың ізі бар, сабалған. Мына жақта тырналған, қызарып тұр. Одан кейін аяғының бәрі синяк. Қазір мен жуынтырып шықтым, басына былай кесіп тастаған, тігіп тастаған. Былайына басы жарылып жатыр, оны басын жарып өлтірген. Бізге әділдік керек. Оларды енесімен ол ұрады екен постоянно. Екеулеп ұрып, сол күні тоже солай жасаған. Бірақ олар өлтіріп тастаған. Еще былай олар өзін асып жатыр деп өтіріктен видео алған. Ол видеода былай тұр. Әйел адамның тұрысына ұқсамайды. Аяқ көрінбейді вообще. Шелек пе, 5 литрлік бутилка ма сондай затқа ұқсайды. Вообще шелекке де ұқсамайды, өзін асқанға да ұқсамайды. Өзін асса адамның аяғы былай тұрады. Дұрыс па? Неге өзін асқан болса, неге сол жерде тұрмайды? Неге бізге сразу айтпайды? Өтірік айтып олар жасап тастаған. Мен әділдікті істеймін. Менің күйеуі жұмыс істегісі келсе жұмыс істейді, жұмыс істегісі келмесе жұмыс істемейді. Ол даже баласы түсіп қалған кезде ол қатты қан кетті одан. Күйеуінен ақша сұраған кезде күйеуі ақшам жоқ деп отказ жасаған ғой одан. Ол даже әйелін дұрыстап асырамаған ғой. Даже ол баласына бір бала әперу үшін Мадина мамасынан ақша сұрайды всегда. Ал ана 8 айлық бала, ол баласы. Ол бала, Одан кейін тағы бала. 2 рет мынау түсіп атқан екінші баласы ғой, алдырып тастаған ол екінші баласы. Мыналар қинап алдырып тастаған сияқты, потому что астынан қатты қан кетіп жатыр. Осы жол ма? Бұрын тағы бір баласы түсіп қалған. Екінші баласы ғой түсіп жатқан. Негізі 3 бала туу керек қой былайынан. Бірақ екеуі түсіп қалған.
сондай. Ол даже қарындасына барған, сол Мадиярдың қарындасы бар, соған барып көмек сұраған, ағаң айтшы мен ұрады деп. Ол қарындасы айтқан, енді өзің барып кешірім сұра, анау ағасын қорғаған ғой былай айтқан кезде, ол ағасына дым айтпапты. Қорғасай әйел адам ғой деп. Сол айтқан кезде ағасы оны тыңдар ма еді? Ол бүкілі өздері істеп отыр ғой, сол жақта семьясы, туыстары жабылады екен мен подружкама. Всегда айтатын. Андай, сен кетіп қала бересің, сен андай жаман келінсің, туыстар сондай әңгіме айтады екен оған. Ол маған сондай әңгіме айтты. Осы мен айттым, мен барып сөйлесем да олармен дедім. Сосын айтты, керек емес деді, олар ертең мен өсекші деп айтады деді. Мен барып сөйлескім келген, мен күйеуіне барып та айттым, неге сен ұрасың әйеліңді деп ше, ол дінде де харам етілген нәрсе, ол нәзік жанды әйел да, оны зачем ұрып дедім. Сосын ол тұрады да, мен әйел адамды айтқан тыңдамаймын деп мық деп ештеңе де алмай отырды ол. Маған жаза бастады, ұрады деп, ұрады, соғады, білгенін істейді деп. Одан кейін оларда андай не болады, короче, маған синяк, сондай суреттерін жібереді. Неше түрлі арткасында несін, короче, жіберген. Маған айтатын, ол енеміз ортамызға от салатын деп айтатын. Мен басында Мадияр маған көмектесіп жүрді дейді, бірақ артынан уже енем сен не қатыныңа көмектесіп жүрсің деп айтқан ғой. Сол кезде уже Мадияр маған деген отношениесі өзгеріп кетті дейді. Всегда мамасын қорғайды. Даже мамасын қорғаған кезде мені ұрып бастады дейді да. Сондай не істеген. Мадияр сізге хабарласты ғой, видеоларды өшіріп таста деп. Я, өшіріп таста дейді. Ол ешқандай ода сожаление жоқ, андай өкініш сезімі жоқ. Маған айтады, спокойно отыр, мен баламды детдомға тастағым келмейді, сен өшіріп таста, келіп бәрін шешеміз дейді маған. Мен айттым, мына жақта біреудің қызынан айырылып отыр ғой бір ана, мен өшірмеймін дедім ештеңкені. Сен балаңнан айырылсаң, ол ана қызын қайтара алмайды дедім мен оған. Ол сосын бүкіл сообщениямды чаттағы удалить етіп тастапты, даже мен сообщениям жоқ. Міне біз Мадинаның киімдерін алып бара жатырмыз. Ал енді қараңыздар, бізге мына кісі келіп тұр ғой. Ана кісілер алыңыздар деп тұр. Мен білмеймін, маған бәрібір. Шақырыңыздар, біреу бар ма? Полиция ма, біреу шақырсаңыздар. Милиция шақырыңыз. Мадияр қайда? Мадиярды шақырыңыздар. Соның заттары ғой. Не болды? Бар не үшін күйеуі соққыға жыққан. Жамбылда 19 жастағы жүкті келіншектің өлімі тергеліп жатыр. Жамбыл облысында 19 жастағы Өзбекстан азаматы Мадина Рашид қызының өліміне қатысты тергеу басталды. Жас келіншек Меркі ауданында күйеуімен бірге шамамен 2 жыл тұрған, артында 8 айлық сәбиі қалды. Қайтыс болардан аз уақыт бұрын қыз бала кезекті жанжал болғанын айтып үйден кетіп ажырасқысы келетінін жазған. Бүгін Мадинаның туыстары мынандай ақпаратты келтірді. Білуімше, көшеден көрген солай алып қашқан. Бір махаббатпен үйленді дей алмаймын, араларында жылулық болмаған дейді Нұрила ханым. Күйеуі Мадияр 23 жаста, ресми түрде еш жерде жұмыс істемейді, тек қосымша табыспен күн көреді. Мадинаны да қамтамасыз ете алмаған тәрізді дейді. Сонымен қатар қорқытпақшы болған Мадина ата-енесімен күйеуімен Жамбыл облысы Меркі ауданында тұрады. Оның қайтыс болғанын естігеннен кейін анасы барған, сол кезде аяқ қолының, белінің көгергенін, тырнағының астынан топырақ жиналғанын көреді. Біреу оны сүйрелеп, Мадина жер тырнағанға ұқсайды. Бастапқыда ата-енесі мәйітханада сараптама өткізген, оған марқұмның анасы қатыспаған. Кейін Мадинаның туыстары келіп, екінші рет сараптама жасайды. Сол жерде біреулер қорқытқан көрінеді. Ол туралы Мадинаның анасының сіңілісі Нұрила Арстановаға айтып береді. Мәйітханаға барғанда бір қара көлік келген, балам Таразда құзырлы органда жұмыс істейді деп әбден боғау сөз айтқан. Туыстары тіпті Мадинаның денесін алып қояма деп қорқытты дейді Нұрила ханым. Бүгін 17 тамызда Мадинаның денесі жер қойнауына тапсырылды. Жаназасы Алматыда Мадинаның анасының үйінен шығарылды. Бірақ ата-енесі күйеуде келмеген. Бұл не сұмдық, қадірлі жігіттер. Біз қызды басында аялаймыз, содан кейін аямаймыз. Тіпті бар не үшін талас деген білмеймін енді. Бұл сұмдық дүние. Сол баланы дүниеге әкелген Мадина ғой. 62 тамырын иіп, ақ сүтін берді, 9 ай көтерді. Сол үшін ұру, кез келген ұсақ түйекке ұра беру. Білмеймін мен. Бұл айуандық па, не болып барамыз?
Жамбыл облысында 19 жастағы келіншек өзіне қол жұмсады. Оның артында 8 айлық сәбиі мен күйеуі қалды. Мадинаның өлімінен кейін оның құрбысына жазған хаттар желіде тарап, мәселенің түп төркіні қоғамда резонанс тудырды. Мадина құрбысына жазған хаттарында күйеуімен жанжалдасқанын және одан таяқ жегені туралы жазған. Марқұм енесі де жанжалға араласқаны, сондай-ақ күйеуінен кетіп ажырасуға ниеті бары туралы айтқан. Хатта оның Барни бисквиті үшін таяқ жегені туралы да сөз болған. Қызына әкелген тәттіні Мадина жеп қойғаны үшін күйеуі оны ұрып соққан. Қалайсың, сол бүгін жұмысынан аванс алыпты да, сосын соған алып деген ғой. Мен оны алдымда бірінші балаға арыстым ба, балаға андай қағазын аршымай, коробкасы болды Барнидің, соның коробкасын ашып, балаға 3 штук, өзіме 1 штук алдым да, өзінікін ашып деген ғой. Соған маған ұрып мені. Келесі күні Мадина құрбысына үйіне кеткісі келетінін айтып 15.000 теңге қарыз сұраған. Ал құрбысы Зейнептің айтуынша оның қарызға беретін ақшасы болмаған. Кейін Мадинаның қайтыс болғанын оған енесі хабарлаған. Ол түнде асылып қалған күйінде табылды. Қазір полиция бұл жағдай бойынша өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу бабымен тергеу жүргізіп жатыр. Мадина Өзбекстан азаматы, ал күйеуі Қазақстан азаматы екені айтылды. Олар шамамен 2 жыл некеде тұрған.